суп с фрикадельками. Өте оңай, дәмді және тез арада дайындалатын сорпа тағам. Каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Барлық керек өнімдерді видеоның астына толық жазып кетем. Қарапайым өнімдер керек болады. Ең алдымен жуаны ұсақтап, дәл видеодағыдай турап аламыз. Артынан сәбізді де әдемілеп ұсақтап турасаңыз болады, немесе теркадан өткізсеңіз болады. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Жаңадан видеоларды жіберіп алмаңыз. Келесі 2 орташа картоп алып, оны не үлкен, не ұсақ қылмай орташа қылып тураймыз. Және қазанымызды алып, оның ішіне өсімдік майын құямыз да жуаны саламыз. Жуамыздың түсі өзгергенше өсімдік майында қуырамыз. Одан кейін келесі біздің сәбізді саламыз. Сәбізді жұмсарғанша жақсылап қуырамыз. Енді қайнап тұрған ыстық су құямыз. Мен 2 литр құйып шықтым. Ыстық су құйып, қақпағын жауып қоямыз. Бір бұрқ етіп қайнағанша біздің жаңағы тартылған ертімізді дайындаймыз. Соған 1 дана жұмыртқа, дәміне қарай қара бұрыш. Менде етім тұздалған. Содан кейін келесі жуаны осындай үгіштен ұсақтап өткіземін де оны қосамын. Қолмен жақсылап араластырып, осындай кішкентай жаңғақтың формасынан кішірек қылып, домалақтап шариктер жасаймын. Бұл біздің фрикаделькалар. Міне 2-3 минутта біздің фрикаделькалар дайын. Енді қайнап тұрған сорпамызға картопты саламыз. Әрқашанда қайнаған су немесе сорпаға картопты салғанда, ол өзін дәмін сақтап қалады. Және келесі біздің фрикаделькаларды бір талдап қайнап тұрған сорпаға саламыз. Қасықпен асықпай ақырындап араластырамыз. Олардың түсі өзгереді, міне дәл видеодағыдай. Келесі қақпағын жауып, бір бұрқ етіп қайнатамыз. Бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін бетіне осындай көбіктер шығады. Ештеңке қылмайды, оны осылай көбікті алып тастасаңыз болады. Сорпаңыз мөлдір болсын десеңіз, үстіп ақырын алып тастаңыз. Тағы да бір 10 минут қайнатамын да дәміне қарай сарымсақ, тұз, кез келген дәмдеуіштер салуға болады. Келесі кішкене ғана осындай жарты кесе вермишель сарсаңыз болады, немесе кеспе. Бір бұрқ етіп, кеспеміз піскенше қайнатамыз 5-7 минут. Енді біздің сорпамыз дайын. Әр ыдыстарға осылай құйып шығамыз. Қараңыздар қандай дәмді, ыстық және тәбетінде ашады. Осылай біздің кешкі ас дайын болды. Бетіне қалауыңыз бойынша ас көк салсаңыз болады. Керемет, өте дәмді және тез дайындалатын біздің сорпа тағам дайын. Қараңыздар, фрикаделькамен жасалған. Өте тез және оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліп, пікіріңізді қалдыруға ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды.